Кеш жарық достар, сіздермен бірге кітаптар әлемінде мен Салтанат Әбдіғали. Бүгін біз сіздермен ақын Жадыра Байбұланованың Шексіздік атты кітабы жайлы сырласамыз. Ендеше ақынның өлеңдерін оқып бастайық. Бақыт әйел һәм бақытсыз бір ақын. Ғұмыр кешіп жүрменде. Сол екеуі мені жынды қылатын, қиыны сол білгенге. Біреуінің жанарынан шат көріп, бір ерекше мұңдылау. Екеуіне жүрегімді қақ бөліп, бер алмай мен жүрмін ау. Бақытты әйел қасында бар керегі, оған бөтен түнексіз. Ол өзінше өмір сүріп келеді, бір қызығы жүрексіз. Жаңғысы кеп лапылдайды ақын от, кеудем содан қысылар. Әлдене деп айтуға оның хақы жоқ, үй артында кісі бар. Екеуі де бір-біріне көнбейді, баста осы бар халім. Мен сезімсіз өмір сүргім келмейді, жүрегімді таңдадым. Адам жаны, әсіресе әйел жаны, үнемі екіұдай күй кешуі табиғи үрдіс. Жүрек қақ жарылады десе де таңдау біреу. Ақынның сезімсіз өмір сүргім келмейді деп жүрегін таңдауы ұтымды шыққан. Өлеңде ой бар, сыршыл сезім бар. Әрі қарай кеттік. Әке, сенің қызыңмын ғой. Бәлкім сосын қорықпаймын күйреуден. Бәлкім сосын ерте кеттім үйден мен. Қайтпауды да керімілде, тек өзіме сенуді де, бәрін сенен үйренгем. Әке, сенің қызыңмын ғой. Тырнағында батыр алмай көп қыран. Сол үшін де сескенбедім соққыдан. Қолдан жалғыз қалам түспей, жақсы көріп анамды іштей, сен өкпелеп қалмас екен деп тұрам. Әке, сенің қызыңмын ғой. Ешкімге де сосын кеткен жоқ есем. Арман бар ма, алғанымды өтесем. Жеткен кезде көпке күшім, кенет сынып кетпеу үшін жазылуға тиістісің, әке сен. Әр перзент үшін әкесінің орны бөлек. Әкенің қайраттылығы, қажырлылығы, қайсарлығы, қамқорлығы қыз жүрегінде мәңгі сақталады. Жат жұрттық болса да, өзі қалаған биікке шықса да, әкесінің морсынып кетпеуін тілеуі перзентінің махаббатын, сағынышын паш етеді. Жырлар оқуды әрі қарай жалғастырамыз. Мен оған жазғым келеді, кеудемнен сыртқа тепкенді, сезімді, бәлкім кектерді. Махаббаттан да жоғары патшалық құрып кеткенді, сағынып жүрмін деп әлі. Мен оған жазғым келеді, таң ата, кейде кеш мүлде, қарайған әрбір кескінге, елеңдеп сен боп елестеп, ел жүрегенмен ешкімде, өзіңдей мөлдір емес деп. Мен оған жазғым келеді, әлемде мына күнде шу, бек мүмкін емес тілдесу, естілер елін мекендеп, ессіздеу болып күн кешу, қиыннан қиын екен деп. Мен оған жазғым келеді, болса да сырым сондайғы, жаныма тұнған сор қайғы, жазғым келеді азабын, келеді, бірақ болмайды, сондықтан өлең жазамын. Сүйіктім деп жүрген сыңарыңның сенен сырт айналып кетуі қай жанды болмасын жаралайды. Бұл әсіресе нәзік жанды қыз баласына ауыр келеді. Табиғатынан томаға тұйық, ешкімге жан дүниесін ақтара алмайтын автор осы жерде сырын өлеңге жайып салады. Бұл өлеңде қыз баласына тән ұяңдық жатыр. Неліктен өзгереді адамдар, адалмын деп жүрген бәр алдар. Ең аппақ сезімнің өзінде төбі бір сатқындық тәмамдар. Кешегі дос бүгін хабарсыз, кешегі қас бүгін адалсыз. 5 күнге сыйған соң ғұмырым, ешкімге сенбеймін амалсыз. Аялы алақан тарамыз, аяулы деп сенген бәр алыс. Жап-жазық маңдайда тағдырым, нәп-нәзік жүректе қара күш. Сол жүрек өзгерсе егерде, қайтемін оғанда көнемде. Өмірдің жазғанын өзгертпей, көшіре салармын өлеңге. Өмірдің бұралаң жолдарындай, кейде өмір құбылмалы. Бүгін досым деп жүрген адамың расында ертең дұшпанға айналуы мүмкін, дұшпаныңа. Осының бәрі
Ақынның жүрегінен өткенде жыр туады, ақын жұбанышын өлеңнен іздейді. Өмір алдамшы дегенге көнгісі келмейді, тағдырға мойымай, осылай өмірді өлеңге көшіре салғысы келеді. Біз бүгінгі хабарды осы өлеңмен түйіндейміз. Адам іздеймін, тірі адам, жанары демес, жыласа жаны жылаған, көздері жалған, күлетіндерден жалықтым, ойлары және кіл арам. Соншалық биік болу керек ол кісі, соншалық терең, бөлектеп тұрар сонысы, тас кереңдерге айтылған сырды қайтейін, тыңдаған менен естімейді екен көбісі. Айналам толы құл темір, қараған менен көрмейді жанды кіл тобыр. Тірі адам керек, тірі адам іздеп жүргенде өзімді өлтіріп тастамас бекен қырт өмір, деп жырлайды Жадыра Байбұланова. Адам іздеп жүрмін, бойында ізеттілік, қайырымдылық сезімі жоқ адамдарды өлі жанға теңейді. Автор құлтемір жандардан, құлтемірге айналып кеткен сезімсіз жандардан қорқу керек расында. Салғыр, сезімсіз сырқат пенделердің сондай тобырдың астында қалып кетем бе деп қорқады, ақын. Өкінішке орай, бұл бүгінгі қоғамның шынайы келбеті, ащы шындық. Ақынның жүрегі осыған сыздайды. Қымбатты достар, назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Жадыраға шалқар шабыт, отбасына амандық тілейміз. Жадыраны оқи жүріңіздер. Келесі хабарда жақсылықпен жүздескенше.